Бәріңе сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен ең жиі кездесетін сұрақ, бетіміздегі безеулер не себепті пайда болады және де одан қалай құтылуға болады деген сұрақтарға жауап алатын боламыз. Және де бүгін мен сіздермен бөлісетін лайфхак өте оңай және де бағасы да қолжетімді. Сол себепті видеоны соңына дейін қарап, өзіңізге пайдасын түртіп алыңыз. Ал егер де сізге видео қызық болса, міндетті түрде маған подписка жасап, лайк қойып кетуді ұмытпаңыз. Сол кезде сіз жаңадан салынған видеоларды өткізіп алмайсыз. Ал егер де сіздің де пайдалы білетін ақпараттарыңыз не болмаса, рецепттарыңыз болса, комментарияға бөлісе кетіңіз. Ал ең алдымен біз бірінші безеу дегеніміз не және де ол не себепті пайда болатынын біліп алайық. Негізінде әр адам баласының бет терісінің астында май бездері бар. Ол май безде акне деген вирус өмір сүреді. Сол акне вирусы қабынған кезде, жаңағы май бездеріміз әлсіреген кезде, ол бетімізге безеу ретінде шығады. Ол қалай істен шығады дейтін болсаңыздар, ол ең көп жиі кездесетін асқазанымыз немесе ішек құрылысындағы бір жүйесі дұрыс жұмыс жасамайтын болса, ол сигналды май безіне береді. Май безі беттегі акне бактериясын оятып, ол сыртқа қарай қабынып шығады. Сол бізде безеу деп аталады. Ол безеуді емдеуге болады және де жасалу. Ал толығырақ айтып өтетін болсақ, не себепті шығатыны, онда оның өзіндік факторлары өте көп және оны сіздер барлықтарыңыз білесіздер. Ең алғашқы факторы ол гормоналдық сбой, яғни ең жиі кездесетін жаңағы безеулер олар жасөспірімде. Себебі олардың ағзасындағы гормондар төмендеп не жоғарылап, жаңағы өзіндік қалпында жұмыс атқара алмаған кезде ол жаңағы бактерияларды оятып бетіміздің сыртына осылай шығып жатады. Ал екінші ең жиі кездесетін ол дұрыс тамақтанбау, яғни ащы, тәтті, майлы, жаңағы наннан, ұннан жасалған тамақтарды көп жеу және газдалған суды жиі ішетін болсаңыз, міндетті түрде безеуге алып келеді. Ал ең үшінші жаңағы қатты жиі кездесетін ол стресс, не ұйқы қанбау. Осының бәрін түзесеңіз, безеуден құтыласыз. Оның қалай алдын алу керек? Ең бірінші алғашқы этап ол жаңағы айтып өткен жасөспірімдерде шығып бастайды. Сол кезде міндетті түрде жасөспірімді диетаға отырғызу керек. Яғни аш ұстау емес, тамақты жегізу, но өзіндік мөлшерімен, яғни тәттіні азайту, ащыны азайту, майлы тамақтарды мүлдем алып тастау және газды сусындарды мүлдем алып тастау. Одан бөлек жаңағы фастфуд, чипсыларды мүлдем алып тастаңыз. Асқазан жаңағы ішек құрылысының гормондардың бәрі қалпына келгеннен кейін ақырындап рационға қосуға болады. Ең бірінші тамақтануды қолға алсаңыз, жасөспірім кезінде безеудің шықпауына сіз жақсы септігін тигізесін. Және де одан бөлек бала дұрыс ұйықтау қажет. Неге? Ұйқы мен стресс ол маңызды факторларға жатады. Себебі адам баласы ұйықтаған кезде асқазанымыз, ағзамыз өзіндік жаңағы тамақты қорыту процесін бастайды және де сіз ұйқыдан оянғанша тазалап, оны қалпына келтіріп, ертесі күнгі тамақтануға сіздің жаңағы асқазаныңыз бен ағзаларыңызды дайындайды. Ал егер де сіз ұйықтамайтын болсаңыз, ол жұмысын толық атқарып үлгермейді, яғни ішекте асқазанда қалып қойған тамақтар, майлар беттегі май безге өзінің несін жіберіп, ол бізге жаңағы акне бактериясы ретінде шығатын болады. Сол себепті ұйқы өте маңызды роль атқарады. Ал стресс, ол адам ұйықтамаған кезде стресске ұшырап, біздің бетіміз өте активны, яғни көп жұмыс жасағандықтан да безеуге алып келеді. Ал егер де бетіңізге безеу шығып қойған болса, онда сіздерге айтатын, ескертетін ереженің ең алғашқысы
тырнақпен, яғни қолмен сығуға болмайды, мүлдем болмайды. Себебі ол сіздерде шырам қалдырады, инфекция кіргізеді, және де безеудің жаңағы ішіндегі акне бактериясын соңына дейін алып шығара алмайсыздар, және де ол қайтадан безеуге айналып, біраз уақыттан кейін қайтадан шығу факторына алып келеді. Ол үшін арнайы осындай безеуді кетіретін жаңағы тазартқыштар болады. Үй жағдайында спиртпен жаңағы обработка жасап, сонымен тазалаңыздар. Ал егер қолдарыңыздан келмесе, косметолог маманына жүгініңіздер. Өйткені ол өте маңызды, ең бірінші ереже болып саналады. Безеуден құтылған жағдайда, барлық бетіңіз тазарған кезде, сол жаңағы қалай күттіңіз, қалай құтылдыңыз, ол өзіндік жаңағы несін ізін қалдырып кетеді. Яғни тырнақпен, саусақпен тазалап, безеуді емдеп құтылған адам, және де косметолог маманына жүгініп, не болмаса сондай арнайы инемен тазалаған адамның екеуінің беті екі түрлі болады. Әрине, инемен не болмаса косметологқа жүгінген адамның бетінде шырамдар аз болады, және беті тазарақ болады. Ал енді безеуден құтылатын үй жағдайында ең жақсы көмегін тигізетін арзан салицил қышқылы. Осы жерге суретін қалдырып кетемін, скрин жасап алып, міндетті түрде пайдаланып көріңіз. Салицил қышқылымен күніне 3-4 мезгіл бетіңізді сүртіп отырасыз. Және де екінші ең маңызды ереже, бетіңізде безеу болған жағдайда ешқандай тоналка, BB крем пайдалануға болмайды. Өйткені сіз оны керісінше толтырып, жаңағы акненің толық шығып кетуіне көмектеспейсіз. Яғни сіз керісінше бітеп тастайсыз. Инфекцияны ішінде сақтап қаласыз, до конца шығып кетпейді. Сол себепті салицил қышқылы оның іштегі инфекцияларды толық тазартып, бетіңізді кептіріп, безеудің әрмен қарай көбеймеуіне жақсы септігін тигізеді. Жаңағы салицил қышқылынан бөлек екінші жақсы көмектесетін түймедақ суы. Яғни қарапайым дәріханадан түймедақты сатып алып, суға салып, жарты сағат тұндырып қойғаннан кейін сүзіп алып, суына мақтаны батырып, бетіңізді күніне 4-5 рет тазартып, сүртіп отырыңыз. Сол кезде беттегі инфекцияларды алып, акненің бактериясын тереңінен тазалап, ең бастысы қабынудан құтқарады. Яғни бетіңіз іріндеп қабынып бастаған кезде, яғни зуд раздраженияны жақсы жойып алады. Обезболивающий, яғни ауруды басуға арналған өте жақсы настойка. Сол себепті түймедақтан міндетті түрде жасап, күніге сүртіп отыру керек. Оның ешқандай кері әсері жоқ. Және де үй жағдайында жасалынатын ең жиі кездесетін ол жаңағы айран, не болмаса миотпен бетімізді тазалау. Бірақ бал, яғни миотпен мен кеңес бермеймін, себебі ол аллергия тудырғызуы мүмкін. Не болмаса сізде ашық жара, яғни открытая рана болса, ол қабындырып жіберуі мүмкін. Ал егерде безеуіңіз қабынған, ашық жарасы бар, жаңағыдай қақсап, солқылдап ауыратын болса, кешкісін жатар алдында қою айранды жағып бетіңізге маска жасайтын болсаңыз, жаңағы қабынуды алдып, кішкене бетіңізді тыныштандыруға жақсы септігін тигізеді. Осы маскаларды жасап болғаннан кейін, сүртіп болғаннан кейін, міндетті түрде ылғалдандыруы жоғары кремді пайдалану керек. Яғни бетте безеуі бар адам ылғалдандыруға арналған крем жағу қажет. Және де өте қатты қабынып кеткен кезде сіз алдын ала жаңағы шараларын қолданбаған болсаңыз, міндетті түрде косметолог маманына жүгініп, бірінші тазартып алыңыз. Жаңағы қабынуды олар сіздерге арнайы кремдермен, дәрілермен емдеп береді. Одан кейін плазма лифтинг, яғни өзіңіздің қаныңызды алып, центрофугаға салып, обработкадан плазмаға айналдырып, бетіңізге салатын болады. Бірақ оны қабынған бетке болмайды. Кішігірім жаңағы безеулерге
жасайтын болсаңыз, бетіңіз ылғалданып, бетіңіздің тері қалпына келіп, және де одан бөлек пигментация, яғни қара дақтардан құтыласыз, және де ең бастысы инфекция микробтардан құтыласыз. Сол себепті міндетті түрде косметолог маманына жүгініңіз. Дұрыс тамақтанып, күніне 2 литр су ішіп